екі затты немесе екі адамды салыстырған кезде қолданылады. Салыстырмалы сын есімдердің бірнеше жасалу жолдары бар. Бірінші бұл бізде бір буынды сын есімдер. Жалпы бір буынды сын есімдерге are және er жалғану арқылы жасалынады. Және де бізде than деген салыстыратын сөз бар. Чем дейді орысша, яғни қарағанда. Ендеше кеттік. Мысалы, алатын болсақ old, ескі, немесе кәрі, older, яғни er жалғап тұрмын, байқап тұрсаңыздар, және are. Келесі кеттік. Мысал, big, bigger. Biggerға қарасаңыздар, мына жерде егер бізде сын есім егер бізде бір буынды сын есім бір дауыссыз және бір дауыстық аяқталатын болса, онда соңғы дауыссыз екі еселенеді, яғни bigger екі еселенеді және er жалғанады. Дәл осындай тағы да бір сын есім жазайын. Мысалы, hotter. Яғни байқап тұрғандарыңыздай соңғы ти екі еселеніп тұр. Hotter. Немесе тағы да бір мысалы жазуымызға болады. Slower. Тағы да біреу жазайын. Мысалы, nicer. Nicer айырмашылық қараңыздар. Егер бізде сын есім иға аяқталатын болса, біз соңына are ғана жалғаймыз. Сонда nicer, яғни біз екі рет әріпін жалғамаймыз. Менің үйім сенің үйіңе қарағанда ескірек дейік. Например, my house is older than your house. Мысалы, сенің үйіңе қарағанда менің үйім ескірек. Older және than қарағанда, яғни салыстырмалы. Орысша айтсақ, чем деген сөз салыстырған жағдайда қолданамыз. Кеттік. Тағы да бір мысал. Мысалы, Алматы Қарағандыға қарағанда үлкенірек дейік. Мысалы, Алматы қаласы Қарағанды қаласына қарағанда үлкенірек. Алматы is bigger than Қарағанды. Тағы да бір мысал. Мысалы, Африка Ресейге қарағанда ыстығырақ. Africa is hotter than Russia. Мысалы, велосипед машинаға қарағанда баяуырақ дейік. A bike is slower than a car. Жалпы осылай жасалады. Бұл бізде бір буынды сын есімдер. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі тоқталатын ол бізде y-ға аяқталатын сын есімдер. Егер бізде сын есім y әріпіне аяқталатын болса, онда бізде y i-ға өзгеріп, er жалғанады. Сол кезде осындай жалғау шығады. Мысал алатын болсақ, easy деген сөз алайық, оңай. Яғни бізде жалғау жалған кезде ол болады easier. Яғни байқап тұрсаңыздар, y i әріпіне өзгерді. Easier. Тағы да бір мысал алайық. Happier. Тағы да мысалы ауыр дейік. Heavier. Мысалы funnier. Жалпы осылай өзгереді. Енді мысал алайық. Мысалы, мына жаттығу ана жаттығуға қарағанда оңайырақ дейік. This exercise is easier than
that exercise. This exercise is easier than that exercise. Yani easier than. Байқап тұрсаңыздар. Келесі тағы да бір мысал. Кеттік. Менің сумкам сенің сумкаңа қарағанда ауырлырақ. My bag is heavier than your bag. My bag is heavier than your bag. Yani салыстырып тұрмын. Мысалы, мына маймыл ана маймылға қарағанда күлкілі екен. Ойлайын. Көңілдірек. This monkey is funnier than that monkey. Жалпы осылай жасалады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі бізде бұрыс снесімдер. Жалпы бұрыс снесімдер қалай жасалады? Бұл бұрыс снесімдерге біз ешқандай жаңғыру жалғамаймыз. Бұрыс снесімдер өзгереді. Мысал алатын болсақ, bad, worse. Яғни өзгереді. Келесі good, better. Мысалы, far, house, further. Мысалы, ауа райы кешегі ауа райына қарағанда жақсырақ дейік. The weather is better yesterday. So the weather is better today than it was yesterday. Яғни кешегі ауа райына қарағанда бүгінгі ауа райы жақсырақ. Is better. Better және than. Кеше мен өзімді бүгінге қарағанда жаманырақ сезіндім. I feel worse yesterday. I feel worse yesterday. But today I'm better. Мысалы, I feel worse yesterday, but today I'm better. Кеше мен өзімді нашар сезіндім, бірақ бүгін мен жақсырақпын. I'm better. Австралия Италияға қарағанда алысырақ дейік. Australia is further than Italy. Жалпы осылай жасалады. Келесі бізде 2-3 буынды снесімдерден тұратын снесімдермен қалай сөйлем құрастырамыз. Яғни оларға біз ешқандай are немесе are жалғаулар жалғанбайды. Яғни снесімнің алдына бізде more деген салыстырмалы сөз қолданылады. More. Мысалы кеттік, әдемірек десек, біз айтамыз more beautiful. More beautiful. Немесе мысалы қауіптірек деп айтатын болсақ, мен айтам more dangerous. Немесе қымбатырақ, more expensive. More expensive. Қызығырақ дейік, more interesting. More interesting. Яғни бұл 2 немесе 3 буынды буыннан тұратын снесімдер. Мысалы, мына машина ана машинаға қарағанда әдемірек. This car is more beautiful
мысалы қолтырауын аюға қарағанда қауіптірек дейік. Crocodile is more dangerous than a bear. Келесі, Феррари Аудиға қарағанда қымбатырақ. A Ferrari is more expensive than an Audi. Жалпы осылай бізде жасалады. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Тіркеліп комментарий жазып отырсаңыздар. Сау болыңыздар.